Сәлем достар, жастарға арналған 2,5% несие басталды. Осы жайлы толық ақпаратты білгіңіз келсе, осы видеоның соңына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал кеттік. Несиенің максималды сомасы 5 миллион теңге. Берілетін ұзақтығы 5 жыл. Ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы үшін 7 жылға дейін беріледі. Саудаға алатын болсаңыз 2 жыл. Егін шаруашылығына, егін егу мен жинау шаруашылығына алатын болсаңыз, онда 3 жыл мерзімге дейін берілуі мүмкін. Несие 21 жас пен 35 жас аралығындағы жастарға арналған. ИП ашылғанына 5 жылдан асып кетпеуі керек, бүгін ашып, қатыса берсеңіз де болады. Несие мөлшерінің 1/3 бөлігіне дейін жеңілдік қарастырылған. Яғни 5 жылға алсаңыз, алғашқы 1,5 жылы несиені төлемеуге болады. Яғни қалған 3,5 жылында 5 миллионды бөліп төлеп құтыласыздар. Несие алу үшін құжаттарды Аграрлық несие корпорациясы филиалына ұсыну керек болады. Олардың мекен-жайы мен телефон номерін Агрокредит KZ сайтынан ала аласыздар. Бұл жобаға сертификат қажет емес. Саудаға деп алсаңыз, қаражаттың 100%-ын саудаға сала алмайсыз. Тек бір бөлігін ғана товар алуға жұмсай аласыз. Кепілге қоятын мүлкіңіз болу қажет. Кепілге не қоюға болады? Қазақстан Республикасының аймағындағы кез келген аймақтағы жылжымайтын мүлікті кепілге қоюға болады. Жеңіл автокөліктерін кепілге қоя алмайсыз, тек арнайы техникаларды кепілге қоюға болады. Кепіл ретінде ашып жатқан бизнесіңізді қоя алмайсыз, тек мүлік қойылады. Несие алу үшін несие тарихы қандай болу керек? Мерзімінен өткен қарызыңыз болмау керек, салықтан қарызыңыз болмау керек, төленбей қалған кредиттеріңіз болмауы керек. Берілген несиені қолма-қол жұмсай алмайсыз. Тек қолма-қол ақшасыз ғана жұмсауға рұқсат етілген. ИП қай аймаққа тіркелген, сол аймақтан несие ала аласыз. Мал шаруашылығына несие алатын болсаңыз, қойылатын талаптар. Мал басын ұстауға қажетті қолайлы қора жағдайыңыз жеткілікті екенін дәлелдей алуыңыз керек. Жем-шөптің жеткілікті болуын көрсете алуыңыз керек. Яғни, өз қаражатыңыз жеткілікті екенін жем-шөп сатып алуға немесе несие қаражатын бөлетініңізді көрсетуіңіз керек. Жайылымдар, қысқы қоралар, жағдайлар жасалған болу керек. Несие өтеу мерзімі біткенше сіздің сатып алынған мал басы азайып кетпеуіне қадағалауыңыз керек. Өсімдік шаруашылығына бағытталған талаптар. Яғни, егін егетін жеріңіз бар екенін дәлелдеуіңіз керек. Жоқ болса, арендаға алатын келісім шартты көрсетуіңіз керек. Келісім шарт ұзақтығы сіз несие алатын уақыттан 1 жыл артық болу керек. Егін егуге беретін несие 36 айдан асып кетпеуі мүмкін, яғни 3 жылдан артық бермеуі мүмкін. Несиені қандай мақсатта алуға болмайды? Жылжымайтын мүлік сатып алуға, жөндеуге, салуға, жер учаскесін сатып алуға болмайды. Бағалы құнды қағаздар сатып алуға, инвестиция құюға болмайды. Ойын бизнесін ұйымдастыруға, дамытуға болмайды. Қазақстан Республикасының заңымен тыйым салынған террористік бағыттағы заттарға және тағы басқа тыйым салынған заттар мен қызметтерді істеуге болмайды. Темекі, алкогольді ішімдіктерді өндіруге, шығаруға болмайды. Тек өз өндірісіңіздегі жүзімнен шарап дайындауға ғана болады. Жеке басыңыздың кредитін төлеуге болмайды. Бизнеске емес, жеке мақсатта пайдалануға болмайды. Егер кредитті мақсатсыз пайдаланғаныңызды анықтаса, онда мақсатсыз пайдаланылған қаржының 25%-ын айыппұл ретінде төлейсіз, яғни штраф төлейсіз 25%-ын, және 3 жұмыс күнінің ішінде сол қаражатты қайтаруға міндеттісіз. Несиені беру-бермеуді комиссия шешеді. Комиссия отырысы айына кемінде 1 рет өтеді. Кредит алу үшін комиссия қандай критерийлерді қарайды? Ең бастысы бизнес жобаның өзектілігі, негізділігі, экономикалық негізділігі, қоғамдық маңыздылығы және бизнесіңіздің өміршеңдігі критерийлері қаралатын болады. Бұл жобаға қатысу үшін құжаттар тізімін Агрокредит корпорациясына
барып өткізесіз, яғни ол корпорацияның өз аймағыңызда филиалдары болады. Оны жаңағы интернет арқылы іздеп қарасаңыз болады. Керекті құжаттар тізімі: сіз өтініш жазасыз, жеке куәлігі керек, несие тарихыңызды көрсетуіңіз керек, тағы несие беру туралы келісім шарт болады, бизнес жоспарыңызды дайындайсыз, кепілге өткізетін затыңыздың документтерін жинайсыз, кепілге беретін мүлікті оценка жасатасыз. Яғни кепілге беретін мүліктің баға туралы есепті көрсетесіз. Әзірге ақпараттар түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы да сұрақтар болса комментарийге қалдырыңыздар. Сүйемелдеу қажет болса маған жазыңыздар. Бизнес план қажет болса көмектесемін. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Әзірге сау саламатта болыңыздар.